Сәлем достар, Рамазан айында дұрыс тамақтану үшін нені ескерген жөн? Мені жоғалтылмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Дұрыс тамақтанудың адам өміріндегі маңызды аспект екенін ұмытпауымыз керек. Әсіресе Рамазан айын асқазанға көш түсірмей, денсаулыққа пайдалы өткізу үшін тамақтану рационына баса назар аударған жөн. Оразада мұсылмандардың ас ішу режимі өзгереді. Ұзақ уақыт ас жүріп, кешке шамадан тыс ас ішіп қоймау үшін сәресі мен ауыз ашардың әрқайсына тоқталып өтейік. Сәресі. Күні бойы аштықты сезінбеу үшін сәресін жібермей, міндетті түрде тамақтанған абзал. Бұл уақытта тез айналатын ботқа, жеміс пен тәтті тағам жеуден бас тарту керек. Себебі мұндай азық-түліктен гликемия және инсулин индексі жоғарылайды, әрі қанда глюкоза көбейеді. Бірден энергияға айналып кететін тез көмірсуларды да осы азық-түліктен аламыз. Сондықтан тоқтықты неғұрлым ұзақ сезіну үшін сәресінде ақуызы көп тағамдарды жеу керек. Ондай тағам ет, балық, жұмыртқа, сүт өнімдері мен жаңғақ сияқты азық-түліктен тұрады. Ет, балық өнімдері сапалы әрі құнарлы болса, ағзаға пайдалы. Оны қарапайым дүкен не супермаркеттен емес, таза ет сататын жерлерден таңдаңыз. Ал жаңғақты міндетті түрде ферменттеу керек. Суға салу керек. Сол себепті мұндай азық-түлікті алдын ала дайындап қойған абзал. Сәресі тойымды болғаны жөн, әрі инсулин секрециясын жоғарылатпауы керек. Ақуызбен қоса қолдан жасалған йогурт, ірімшік жеуге болады. Ас мәзірінің майларға бай болғаны жақсы. Зәйтүн не авокадо майларын пайдаланыңыз. Сары майды ертіп тамаққа қосуға да болады. Ал етті тағамға жылқы май не құйрық май қоссаңыз, асыңыздың құнарлығы арта түседі. Ас мәзірін түрлендіру үшін рационға қарақұмық, қоңыр күріш сияқты дәнді дақылдарды қосуға болады. Ауыз ашар. Күні бойы ашығып, жұмыс істегеннен кейін ағза шаршайды. Қанда глюкоза мөлшері төмендейді. Сондықтан ағзаны барынша тез қалыпқа келтіріп, энергия алу үшін құрмамен ауыз ашу денсаулыққа пайдалы. Ол уақытша көш беріп, тойымдылық сезімін тудырады. Ауыз ашқаннан кейін барынша жиі әрі көбірек су ішу керек. Ағза тез қалыпқа келу үшін оны сумен толтыру өте маңызды. Бір жағынан бұл артық тамақ ішіп қоймаудан сақтайды. Одан кейінгі біздің міндет асқазан ішек жолын жайлап ояту. Сондықтан алдымен жеңіл әрі сіңімді тамақ жеу керек. Сүйекті сорпа мен көкөністің орны бұл кезде ерекше. Сәресінде жеміс жидек көкөністен тартыну керек болса, ауыз ашарда керісінше бұл азық-түліктерді көбірек жеген жөн. Әрине ақуызды тағамдарды да тұтыну керек, бірақ мөлшерден әлде қайда азайтқан жақсы. Кешкі уақыт болғандықтан ұйықтар алдында асқазанға ауыр болуы мүмкін. Ауыз ашарға арнаған тағамыңызды тәрелкеге салып, салат пен жеміс мөлшерін алдын ала дайындап қойыңыз. Сол кезде артық тамақ жеп қоюдан сақтана аласыз. Асты кокос маймен не сары маймен дайындаған абзал. Тазартылған зәйтүн майында пайдалануға болады. Бірақ тамақ пісіргенде тазартылмаған зәйтүн майын қолданбаңыз. Ол канцерогенді заттар бөлуі мүмкін. Тазартылмаған майды салат не піскен тамаққа қосқан абзал. Ферменттердің маңызы. Жаңғақ пен дәнді дақылдардың сыртында фитин қышқылы болады. Ол минералдардың асқазан ішек жолына сіңуіне кедергі жасайды. Бұл уақыт өте келе ағзадағы кальций, магний, мырыш пен темірдің жетіспеушілігіне алып келуі мүмкін. Сондықтан дәнді дақылдарды, жаңғақты, кебекті ферменттеуге, яғни суда бұқтырып алуға кеңес беремін. Сонымен қатар ораза тұтқандарға ашытылған қырыққабат, қолдан жасалған йогурт, ірімшік сияқты ашытылып жасалған азық-түлікті жеген пайдалы. Себебі онда органикалық қышқыл, фермент пен пробиотик көп. Әсіресе оны ақуызды тағаммен араластырған жақсы. Дәрумендер. Әрине барлық нутриент пен дәрумен дәрігермен кеңескен соң қабылдану керек. Себебі әр адамның ағзасы ерекше. Қандай дәрумен жетіспейтін оның мөлшерін тек маман ғана анықтай алады. Бәріне бірдей келетін дәрумен базасы жоқ. Оны жеке параметрлер мен қажеттіліктер бойынша таңдау керек. Бірақ профилактикалық мақсатта хром ішуге болады. Ол тамақтанғаннан соң ұзақ уақыт тоқтықты сезінуге, ауырсынбауға көмектеседі. Хромды қосымша қабылдағыңыз келмесе, балық не брокколи сияқты хромға бай азық-түлік рационыңызға қосыңыз. Мысалы, гарнирдің орнына брокколи жесеңіз, ол ағзаға әлде қайда пайдалы. Ораза тұтқандарда Д дәруменнің жетіспеушілігі мен анемияның болмағаны жақсы. Үнемі денсаулық жағдайын біліп жүру керек. Сондықтан міндетті түрде Д дәрумені мен анемияны анықтайтын анализ тапсырып, дәрігердің көмегімен қажет дәрі-дәрмек не дәрумен таңдап ішу керек.
қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.